Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен зебра пирогының рецептісімен бөлісетін боламын. Ыдысымызға алдымен 3 жұмыртқамызды, кейін кішкене тұзымызды салып араластырып, шекерімізді қосып, сұйық май құйып, кефирімізге 1 шай қасық сода салып араластырып алып, ыдысымызға құямыз. Жақсылап араластырып алып, електен өткізіп ұн салып, 1 қасық қопсытқыш, ванилин салып, жақсылап араластыратын боламыз. Сұйық массамызды 2-ге бөлеміз. Екінші ыдысқа құйған массаның үстіне 2 ас қасық какао салып, жақсылап араластырамыз. Енді 2 ыдыстағы массамызды формаға алмастырып отырып құятын боламыз. Енді үстіне таяқшамен видеодағыдай етіп узор жасап шығамыз. 180 градуста 35-40 минуттай пеште пісіреміз. Міне пирогымыз дайын, көтеріліп жұмсақ болып, дәмді болып шықты. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Жасап көрсеңіздер болады. Ұнаса лайк басып, пікір жазып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Кездескенше достар.